қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі немесе облыстық достық үйі 2014 жылы пайдалануға берілді. Ғимараттың жалпы ауданы 4000 шаршы метрді құрайды. Бірінші қабатта фойе, 3 зал, конференц-зал, 2 хореографиялық зал, екінші қабатта көрермендер залы және этномәдени бірлестіктердің кабинеттері, үшінші қабатта мекеме мамандарының кабинеттері және ана тілін үйрену сыныптары орналасқан. Мекеменің негізгі қызметі Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету. Этномәдени бірлестіктерге Қазақстан халқы Ақмола ассамблея қоғамдық құрылымдарына Қазақстан халқы ассамблеясының міндеттерін жүзеге асыруда әдістемелік, ұйымдастырушылық көмек көрсету. Достық үйінде этномәдени бірлестіктердің қатысуымен мәдени-бұқаралық қызметі және басқа да көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Бірінші қабатта этномәдени бірлестіктердің қызметін бұқараға кеңінен көрсететін көрме витриналары, мөлдір және этно-балалар ұжымдары, шұғылданатын хореографиялық залдары орналасқан. Конференц-залда Ақмола ассамблеясы кеңесінің отырыстары, дөңгелек үстелдер, диалог алаңдары, қоғамдық келісім және Қазақстан халқы Ақмола ассамблея қоғамдық құрылымдары ұйымдастыратын ресми кездесулер өтеді. 120 орынға шақталған ақ залында этномәдени бірлестіктердің қатысуымен форумдар, концерттер, жиналыстар, фестивальдер өткізіледі. Екінші және үшінші қабаттарда этномәдени бірлестіктердің этникалық стильде безендірілген әрбір этностың мәдениеті мен дәстүрін ашық көрсететін 16 кабинеті орналасқан. Бүгінде этномәдени бірлестіктердің әрбір кабинеті компьютерлік техникамен, жиһазбен жабдықталған. Облыс этностарының өкілдері өңірдің қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени даму процесіне тиімді тартылған. 2020 жылы этномәдени бірлестіктердің қызметі Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығын, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын және Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығын мерекелеу аясында өтті. Олардың тікелей қатысуымен достық үйінде 100-ге жуық іс-шара өткізілді. Бұл фестивальдар, байқаулар, этностардың мәдениет күндері, конференциялар, дөңгелек үстелдер, қайырымдылық акциялары және тағы басқа. Ана тілдерін оқыту үшін достық үйінде шаңырақ клубы құрылды. Онда 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар білім алады. Оқыту 8 тілде: қазақ, орыс, неміс, татар, поляк, чуваш, кәріс және армян тілдерінде жүргізеді. 2019 жылы құрылған мемлекеттік тілді насихаттау және дамыту орталығы өз қатарына қазақ тілін жетік меңгерген 20-ға жуық түрлі этнос өкілдерін біріктіреді. Оған жоғары оқу орын студенттері, колледж оқушылары кірді. Орталық мүшелері достық үйінің барлық іс-шараларына белсенді қатысады. Жыл бойы достық үйінде 200-ге жуық түрлі іс-шаралар, этнофестивальдар, этномәдениет күндері, сәнді қолданбалы өнер көрмелері, кездесулер, конференциялар, бейне челлендждер өткізіледі. Олар қазақстандық бірегейлікті қалыптастыруға, этностардың мәдениеті мен дәстүрлерін сақтауға бағытталған. Бүгін достық үйінің есігі бейбітшілік, достық, этносаралық келісім сияқты ұғымдарды бағалайтын барлық тілек білдірушілер үшін ашық.